Ғашықтық деген қиын екен ғой. Облыстық филармонияда ән салатын сұңғақ бойлы аққұба қызға есім ауып ғашық болдым. Ән салғанда да эстрадада қыңқыл-сыңқыл емес, кәдімгі дәстүрлі әндерді ұзын қайыңдай ырғалта билетіп, солқылдата салғанда, ұзына бойым шымырлап құлағымнан құйылған ән тұла бойымды аралап, саусақ башпайымның қара тырнағына дейін сыздатып барып тыным табады. Арғы бет Алтайдан келгеніме көп бола қоймаса да, өлең жазатынды білген мәдениет үйінің басшысы сондай ойын сауық кештерден қалдырмай шақырып жүрді. Өзгесін қайдам, менің өз рахатым өзімде. Әлгі қыз ән салса екен деп тұрам. Ол да сылаң етіп шығады да, шыққан жерден домбыраны екі-ақ қағып әуелетеді шіркін. Маған ғайыптан қос қанат бітіп, әнмен бірге әуелетіп, шарықтап, шалықтап кетем. Аузым аңқайып, күрең тобылғыдай әлпетім қызыл бұйраланып, одан сайын балбыл жайнап сала берді. Неге екенін осындай бір сәттерде жүзім сәбидей үлбіреп кеткен шығар деп ойлап қоям. Анау қызда осындайда көз салса ғой. Армандарда ақырын орындалады екен. Бір жолы облыста үлкен бір шара өтті. Соның аясында ақындар мен әншілердің біразы жиналдық. Сәмбі талдай солқылдаған әлгі қызда бар. Мен де санаттамын кәдімгідей. Кеште қонағасы банкет болады. Сен Жетісу туралы өлеңді оқисың, деді ұйымдастырушы. Оқымағанда Құдай-ау. Біріміз ән салып, біріміз өлең оқитын болып, тебіреніп ақ жүрміз. Кеш бата қонақтар мейрамхананың үлкен залына, біз өнерпаздар кіші залына жайғаса бастадық. Қызға қарағанда алдына қарап отырғандай аса ерсі көрінбейді ғой деп ыңғайланып, оған қарсы орындыққа жайғастым. Шынында да тиімді болды. Қызға тесіліп отырып алмасаң да, қарсыдағы әлденеге бұрылып қарап, мойныңды қайтадан қалпына келтіре бергенде, көздің құйрығымен қыздың жүзін бір сыпырып өтеді екенсің. Кейде өзі басқа жаққа бұрылып, немесе жүзін сәл төмен сала бергенде, көзіңді тура қадап, шаншып аласың. Басында қарап отырғанымды біліп қоймас екен деп отыр едім. Біраздан соң, білсе білсін, менің ынтық екенімді сезсін деп, жанарымды жылдам тайдырып әкетпей сылбыр қозғап, жаутаңдай бердім. Ол өзі көп сөйлемейді. Паң, бұрыннан таныс, бірге жұмыс істейтін жігіттермен ара кідік бірдеңелерді айтысып қояды. Мен де сөздеріне сыналай кіріп әнін мақтап өттім. Рахмет, деді де қойды. Не керек, ән де айтылды, өлең де оқылды. Ары қарай үлкен зал биге басып кетті. Өлеңімді қонақтар жақсы қабылдады. Ду қол шапалақтан соң өзіміздің дастарханда да жалым күдірейіп, тіктеліп қалдым. Сол сәтте әлгі қыз, өлеңіңіз тамаша екен, бізге де оқысаңызшы, демесі бар ма? Жаңағыны ма? Деппін сасқанымнан. Жоқ, оны тыңдадық қой, басқасын, деді. Неше күннің алдында дәл өзіне арнап бір өлең жазған едім. Төгіліп түсіп еді. Соны оқысам ба екен деп бір ой сап ете қалды. Өз-өзімді ақыл сабырға шақырдым. Өзіңе арнадым десем, шырыштай топтың ішінде ыңғайсыз болар, Былай оқи берсем, басқа бір өте жақсы көретін адам бар екен деп қалар деп бір ойымнан тез айныдым. Оны өзімен оңашада ғана оқуым керек деп шештім. Оңаша кездесу де болады. Сәл күте тұрыңыздар. Сөйттім де, жаңа Жетісуды оқыдым ғой, енді Алтайымды оқиын деп, туған жеріме арналған бір өлеңімді бар мәнеріммен тура ән салғандай аққып оқып бердім. Тамаша өтті. Бәрі риза болды. Әсіресе қыздың ризалығы мен қолпашынан қысылып бет алды, ырсыңдап, рахмет дей беріппін. Содан жиын тарқағанда, телефоныңыз қандай? Дегені. О, тоба! Жақындап сөйлесе бастаған соң, ендігі кезек телефонда деп, алайда сұрауға батпай, ебін таппай отырғанда, бір шаруа осы екен ғой. Қуанып кеттім. Ол да маған бір басып, қоңырау түсіріп қойды. Дереу сақтап ала қойдым. Ал қала сыртындағы еш көлмесідегі үйіме бара жатып, қиял дегенді шырқатайын кеп. Қыздың өзі нөміріңді алу деген
Кәдімгі болады деген әңгіме ғой, деймін өз-өзіме шаттанып. Дегенмен бір белесті бағындырғандаймын. Құдай-ау, анау нәзіктік, тәрбиелік, дауыс, қылық, түр-келбет, тіпті бұрылып менен бірдеңе сұрайтындай адам емес қой анау. Сол енді телефонымды өзі алып тұр. Жүрек деген қуанып, толқып, өрекпейді. Сөйтіп сырғытып апта өтті. Телефонды алған соң бекер алмайды ғой, мүмкін өзі бірдеңе дер ме екен деп, кірсем шықсам жанымнан тастамай, бетіне жалтақ-жалтақ қараумен болдым. Ұйқым да қиялмен түс аралас қиқымға айналып барады. Үйде түскі шайды ішуге дастархан басына отыра бере, күтпеген бір ой, күтпеген бір батылдық келе қалды. WhatsApp-ына сәлем деп жазып жібердім де, қарап отырмын. Бір кезде WhatsApp-тың екі сызығы көгере кетті. Жүрегім зу ете түсті. Ары қарай не демекпін? Сөйткенше болған жоқ, телефоным шыр ете қалды. Соның өзі звондап тұр. Орнымнан атып тұра жүрегім аузыма тығылып далаға шықтым. Алло, деймін ентігіп. Сәлем, қаладасың ба? Дейді сызылып. Жоқ, енді барайын деп отырғам, деймін асып-сасып. Жолыға аламыз ба? Дейді және де наздана. Я, әрине, қайда барайын? Қазір WhatsApp-қа жазып жіберемін. Ал керек болса, күн жексенбі, өзі шақырып жатыр. Ұнатқан ғой. Неге шақырып жатыр? Не мұнап қалды? Өлеңім бе, өзім бе? Дәуде болса өткендегі отырыстағы кейіпім ұнады. Тура солай киініп барайын. Шұбар костюм ғой. Дұрыс. Деген шолақ-шолақ ойларды шолып үлгеріп үйге кірдім. Үйге кірсем келіншегім. Мен әйелім туралы айтпаппын ғой сіздерге. Айта кетейін. Әйелім бар ғой 2 жылдан бері. Әнші қызды ойлағанда ойыңа қоса қабаттасып кеп, қиялыңды қиянға самғатпай қанатыңнан тартып құлатып отыратын ол жағдайды әзірге ойламауға тырыса беретінмін. Өйткені анаған да қолым жетіп тұрғаным шамалы ғой. Алдымен перне қуған сүйрікте жүйрік саусақтарынан бір ұстайын, үйдегі уайымды содан кейін жесем де жетер, деп өзімді біраз еркіндетіп алғанмын. Міне, сол беттен таймай тұрмын. Не болды дейді келіншек. Тез қалаға бару керек. Тыныштық па? Тыныштық, әкімшілікке, жұмыс бойынша. Әкел шана шұбар костюмді. Қара костюм тұр. Жоқ, шұбарды. Шұбарды жуып қойып едім. Қап, өстейсің ғой енді. Неге сұрамай жуасың? Ашуым бұрқ ете қалды. Дәл соны киіп баруым керек деген бекім миымды шырақтай жарқылдап тұрып қалды. Неменеге пысықсып жуа қойдың? Кіреместе ғой. Әкелші сонда да, дедім мен. Өй, ол су деймін. Не деген қызық адамсың? Дайын тұр ғой басқа костюм. Мен саған соны әкел деп тұрмын ғой. Болшы енді. Даусым жыларман үнмен жарқышықтанып шығып кеткендей болды. Шұбар костюм де келді. Жағасы, қолтығы, қалтасының айналасы су екен әлі. Шалбарының да тігістерінің дымқылы тік сызық болып білініп тұр. Ептеп-септеп шаш кептіретін бірдеңе бар еді. Қылғи сайта алмайтын болар болмас жел өрлеп, ол да тағатымды тауысып ішімді қазандай бұрқылдатып қайнатып барады. Лақтырып жібердім. Шашылып түсті. Содан не болсаң ол бол, күн жаз ғой, барғанша кебер деп 8 көзге туралап тіптік дымқыл сызық тартылған шұбар шалбарды киіп, костюмді қолға алып, апыл-ғұпыл далаға шықтым. Жол жиегіне жете бере, бір таксиге бір ғана адам керек болып, тықыршып әрең тұр екен. Іліп ала жөнелді. Екі аралықта әбден біліп алған шопыр зулатты әуе шіркін. Бірақ мені басқа уайым жеп барады. Киім кеппеген ғой. Шопырға жалынып терезені ашып, біраз желдеттім. Трассада сатырлатып оңай емес екен. Қасымдағылардың да мазасы кетті. Терлеп те кеттім. Сонда да кеппейді. Сөйтіп, шұбар костюмді ту секілді желбіретіп, Талдықорғанға қарай заулап келем. Ойлап келем, қуанып желпініп келем. Қандай ән, қандай жан деймін ішімнен күбірлеп. Өзі шақырып жатыр. Үкілі домбырасын көтеріп, қасында жүрсем де жетіп жатыр емес пе маған. Өлеңді қандай түсінеді.
жан тәнін тек рухани байлыққа, әсемдікке, биік сезімге арнаған. Мынау дүние қоз талас тартыс тірліктің бәкене тырбаңнанада. Қандай асқан сұлулық бұл. Тек алақанға салып аялап өтуге жаралғандай. Тек бұлбұл көмейін әсем ән төгілуге ғана туғандай. Бір кезде қиялым алтай асып, төр жайлаудың тойында дүйім елдің алдында ақ боз атқа мініп ән салып тұрған елестеп өтті. Ел қызбен қоса мені де әңгіме қып, сол жігіт ертіп әкелген екен десіп, айналама топталып жатқандай бір елес күй шалқып өтті кеудемнен. Қалтаның үсті сазарған бір сызық боп, таксиден түстім. Дәл жазылған мекенжайдың өзі, шағын дүкен бе, бірдеңе екен. Тарсылдаған жүрегімді басып, тынысымды кең алып аттап кірдім. Бір өзі отыр. Сәлемдесіп жақындай беріп едім, қол ұсынып бетін төседі. Қапелімде мұрным құлақ түбіне тақала қалды. Иісі аңқып тұр, ерекше. Әсерленгенім сондай түшкіріп жібере жаздадым. Мастана барып, нұсқаған орынға жайғастым. Өзі бір бөлмеге кіріп кетті. Алабұртып мен отырмын. Бір кезде қолына бір-екі қорап алып қарсы алдыма келіп жайғасты. Сөйтті де, мен сіздің уақытыңызды көп алмаймын, деді. Әлгі заттарды ашып таныстыра жөнелді. Түк ұқсам бұйырмасын. Косметика екен. Айтып жатыр. Миыма кіріп шыққан жоқ. Бір құлағымда қалғаны. Сіз өзіңізге 5 адам тіркесеңіз, олар өздеріне 3 адамнан тіркесе, сізге өзінен өзі 17 000 теңге түсіп тұрады, деген сөзі болды. Сізге не болды? Деді бір заманда, өңіме қарап шошып кетсе керек. Ештеңе, дедім мен. Тіркелесіз бе? Жоқ. Ойланып көріңізші. Жоқ, 10 күндік курсы бар, деп қояды тағы. Бұрылып жүре бердім. Болатбек Қуанған деген бір ауылдас ағам, еш көлмегенде мен өлем бе деп, ту шіліңгерден еш көлмеске келдім деп әзілдейтін. Еш көлмеске сүлдерімді сүйретіп жеткенде түн ортасына таяп қалыпты. Олып бара жатқан асқазанға талғажау іздеп ас үйге кірдім. Буы бұрқырап тұрғанына қарамай кеткен келіншегімнің суық мәндісін жеп отырып, босағаға сөлпейіп ілініп тұрған шұбар костюміме көзім түсіп кетті. Өз-өзімен мырс етіп күліп жібердім. Содан тоқтай алсамшы. Бір сайтан күлкі қысты келіп. Қорланған күлкіме әйтеуір түсініксіз бір күлкі болды. Ойпыр-ай, түстегім жарайды. Енді мұнымды келіншегім көрсе, мынауың жынданған екен дейтін шығар, деп тысқа шыға жөнелдім. Сол күлкі бойымда қалып қойыпты. Осы шұбар костюмді киіп жатып, өзімнен өзім бір езу тартып алам, деп менің аңқылдаған ауылдас ақын бауырым Дархан шұбар костюмінің өңін желпіп қойып, сойқан күлкідей ыржиып қарайды емес пе адамға. Әй аңқылдағым-ай, әнді сүйген сендей-ақ сүйсін. Соңы Ұларбек Нұрғалымұлы, Даяғашы кітабынан үзінді.